Құбыла медиа ұсынады. Бұл дәріс Шейх Назир Хаммадидің Әл-Мәбәдиюл Әсәсия кітабынан. Лектор Ұстаз Сафиуллин Жансұлтан. Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті Құбыла медианың көрермендері. Бүгін біздер Аллахтың қалауымен алғашқы дәрістерімізді бастайтын боламыз. Біздің жоспарлағанымыз бойынша негізінен осы шариғаттағы негізгі болған ақида, фиқх, банағы ілім алу әдептері, хадис сынды салалардан әртүрлі бастапқы деңгейдегі дәрістер түсірілу жоспарланған болатын. Соның ең алғашқысы бүгін осы ілім алудың әдебіне қатысты дәріс болмақ. Бұл дәрістеріміздің, яғни бұл дәрістерімізге біздер Шейх Назир Хаммадидің хафизахулла Әл-Мәбәдиюл Әсәсия ли талибил улумил инсанийя атты кітабын таңдаған болатынбыз. Бұл өте шағын еңбек, шағын кітап. Бұл кітапта Шейх Назир Хаммади хафизахулла ілім алушыларға арналған, ілім алушыларға қойылған шарттарды және ілім алуға кері әсерін тигізетін ілім алудың апаттарын және осы ілім алудың абзалдығына қатысты ғұламалардың сөздерін жинақтаған. Жалпы авторға келетін болсақ, Шейх Назир Хаммади бұл кісі мағриптық деп айтамыз. Жалпы Марокко жерінен шыққан үлкен ғалым, Малики мазхабының ғалымы, ақида маманы, бұл кісі ақида тәпсір саласының маманы, және бұл кісінің хадис саласына қатысты, тәпсір ақида саласына қатысты, сонымен қатар тәскияту нафс, яғни сопылыққа, нәпсі тәрбиесіне қатысты жазған еңбектері өте көп. Бұл кісі сонымен қатар өзінің қолжазбаларды редакциялап баспадан шығаруымен де танымал, өте ескіде қалып кеткен, адамдар есінен шығарып қойған, яғни адамдар ұмыт қалдырған кітаптарының көбісін баспалардан шығарып, жаңартып, соларға бір жаңа дем беріп жатқан ғалымдардың бірі. Енді бұл кітапқа келетін болсақ, бастап жатқан кітабымызға келетін болсақ, бұл кітапта шейх үш түрлі тақырыпты қозғаған. Ең бірінші тақырыбы білім алудың шарттары, келесі тақырып білім алуға кедергі келтіретін нәрселер, соңғысы білім алудағы ғалымдардың сөздерін келтірген. Шыбын біткен кетті отыр ғой. Ол да білім алуға келіп тұр ғой.